Көкірегіне көз, көмекөйіне сөз бүткөн, авалтан бері сөз қадырлап, сөздің биік мұнараларын құрып келген алты алаш 300 қазақ менен жамы Алатой аймағындағы қырғыз жұртының биримдигин ынтыбагындан азалаған 1960-70 жылдарда Алим чоққысына шыққан қырғыз жана қазақ кино өнері бойынша бүгін сөз қылабыз. Қошқанат долбоору кайрадан назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Армысыз, қадірлі қазағым, қымбатты қырғызым. Сіздермен қос қанат қазақ-қырғыз телекөпірінде қайта қауышқанымызға қуаныштымыз ағайын. Бүгін бізді бір экран, бір ниет, бір өнер біріктіріп тұр. Бұл телекөпір Алатауда тен жайлаған домбыраның қос шегіндей болған егіз елдің достығының тағы да бір дәлелі. Қазақ пен қырғыз қатынастарының тарихы тым тереңде жатыр. Қазақ-қырғыз киносы да өткен ғасырдың ортасында бірге қалыптасты. Қос елдің кино кереметі дәуір деп те аталды. Оның жалпы сыры неде? Бүгін танымал кино тарландарымен дәл осы тақырыпты талқылаймыз. Алатоодон үн салса, улуу талааны жаңырткан жалпы қазақ жұрты менен біз бүгін Асанали Ашимовдун, Бекежандын, андан бери келгенде Қасен сыяктуу, Болот Шамшиев, Мелис Убикеев, андан бери алганда кыргыз кереметинин негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Төлөм Шокеевтер жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу Астана студиясы, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштасак. Қадырман телегөрүүчүлөр, биз эфирибиздин башында айткандай бүгүн кыргыз казак кино тасмалары жөнүндө маек кылган отурабыз. Алгачкылардан болуп биздин Бишкек студиябызга келип олтурган кыргыз кереметинин улантуучулары жана алып жүрүүчүлөрү бүгүн кыргыз казак дүйнө таанымына өзгөчө жаңылык менен кирип жаткан кыргыз кино индустриясынын барандуу өкүлдөрүн чакырганбыз. Алардын алгачкысы белгилүү кино режиссер, Кыргыз Республикасынын даңк медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү белгисиз маршрут деген тасманын автору, жаратманы биздин сүйүктүү агайыбыз Темир Бирназаров агай келип олтурат. Жана ошондой эле жалпыбызга сүймөнчүлүккө айланган бүгүнкү күндөгү биздин Z муундун өкүлдөрүнө керемет тасмалары менен жалпы журттун көңүлүнөн орун таап жаткан белгилүү режиссер жана элибиздин шоумен уулу Азамат Исмаилов. Куш келипсиздер агалар. Темир агай, кыргыз казак кино тасмасы дегенде жалпыбыз Сүймөнкул агай ойногон Караш-караш окуясын, анын өзүнүн болгон тарыхы, Казакстанда болгону менен, автору казак болгону менен, бирок биздин Болот агай менен Сүймөнкул агай ошол тасманын апа кейине чыгарган кыргыз казак кино индустриясы, кино дүйнөсү ысык ыкласта, жакын мамиледе болуп келгендигин билебиз. Агылбиздин тукумундагы, кожо жаштагы не деген гана залкар актерлордун бардыгы кыргыз казактын ортосунда жүрөт. Бүгүнкү күндө Казакстандын баатыры Асанали Ашимов Бекежанды ойногондо, айрыкча Кыргызстанга келгенде кыргыздын бардыгы Шамшиевти көргөндөй, Чокморовду көргөндөй, Муратбек Рыскуловду көргөндөй жылуу кабыл алгандардын бардыгын билебиз. Так ушундай башталган сапардын бүгүнкү акыбалы кандай болуп алып бара жатабыз? Деги эле Борбордук Азияда, анын ичинде кыргыз казак кино дүйнөсүндө бет алган багытыбыз, бүгүнкү абалыбыз, учурубуз кандай? Байыркы, кечеги биздин улуу залкарларыбыз баштап кеткен көчтү улантып кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ал көч уланабы, уланбай калабы? Деги эле казак киносу менен биздин байланышыбыз жөнүндө айтып берсеңиз агай. Аябай жакшы тема экен. Эмне үчүн дегенде мен өзүм Казакстандан бүткөм окууну. 6 жыл окугам ушул академияда. Анан Союздун учурунда Союз кулагандан кийин ар бир мамлекет, ар бир өлкө өзүнчө эме болуп калат, өзүнүн казаны өзүнчө ар бириники. Тилекке каршы ошондон кийин ар бир өзүнүн баягы кудуретине жараша өзүнүн казаны өзүнчө болуп баягы бири-бирин мындай аралаша албай калды да. Анткени биздин ошол Союз кулагандан каржы жагы аябай төмөн болуп кетти. Башка мисалы казак киносу кичине өйдө болуп кетти да. Ошондуктан мындай кичине эме болуп калды да, баягы тең тайлаша албай калдык, каражат жагынан айтсам да. Союзга чейин мисалы аябай жакшы алака болуп турганда, чыгармачылык алака. Мисалы ошол эле Көксерек киносун билесиңер да, убагында Оскарга чейин көргөзүлгөн. Ал казак фильмдики, бирок режиссеру Төлөмүш агабыз тартканда, башкы ролду Сүймөнкул агабыз ойногон. Анан ал жерде Хасен деген баягы төбө минген дарыгер бар го, Хасен ошо ролун ойногон Каргабай деген актер, ал казак киши. Ошол Каргабай акенин жалгыз баласы Ахан Сатаев, азыр мына көрүнүктүү режиссерлордун бири, ошол экөөбүз чогуу окуганбыз да. Андан бери келсек, мына жакында эле Океевдин 90 жылдыгы өттү. Доскан агабыз келди, Доскан Жолжаксынов агабыз келди.
А киши да бир топ ойногон да, көп кинолордо ойногон. Убагында Куман Тастанбеков агабыз ойногон. Негизи эле кыргыз казак киносу аябай мындай жакшы алакада болчу да, чыгармачылык алакта. Кимиси кандай кино тартып атканы эме болчу. Мисалы мен ошол окуп жүргөн убакта Сатыбалды Нарымбетов, Сакен агай тартты. Анда дагы ошол көбүнчө казак менен кыргыздар ойноду да, аралашып ойноду. Оператор Хасан болду. Биздин Кубан деген жигит ойноду. Андан кийинки кинолорундан бара-бара ушинтип сейилдеп келип эле азыр мындай жок болуп калды тилекке каршы. Бирок казак киносу азыркы жаштар аябай алдыга кетти. Биз деле баягы аракет кылып жакшы келатабыз, бирок казак киносунда мына Адилхан деген жигит бар, жаңы мындай жакшы келатат. Биз деле жакшы, биз деле өнүгүп атат. Мына бул жигиттерге бул мындай жигиттердин аркасынан азыр кыргыз киносу кармалып турат да, мындай зрительдер көп кармап турат, кинотеатрга алып келип атат буларчы. А вот мисалы баягы автордук кинолор кичине бизде баягындай эмерээк болуп атат, аксап деп айтабыз. Мындай каражат жагынан. А так мында Кудайга шүгүр. Казакстан президенти Касым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзүндө биздин Курманжан тасмасы жөнүндө мисал кылып казак режиссерлордун айтканы бар эле да агай. Ушул жагынан алган кезде кино өндүрүш үчүн тек гана каражат эмес, идеялардын баалуулуктардын, текст маселелеринде биздики алда канча алдыда болгону менен казак кино тасма жаратмандары сериалдарды, баатырлык, элдик, фольклордук тасмалар, тарыхый каармандар жагынан бизден алда канча озуп кеткендей көрүнөт. Маселен, Көчпендилер деген тасмасын айтсак, андан бери Көчтөй казактын Абылай ханы жөнүндө тасмалар тартып койду. Биз да ушундай орток мурастарыбызды Абай жөнүндө, Токтогул жөнүндө, Мөңкү би жөнүндө, Калыгул жөнүндө, Жамбыл жөнүндө тартуу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар багай? Биргеликте тартсак. Эми ушул улап кетейин. Мен азыр Туткун деген кинону тартып келдим да, Германиядан тарттым, бияктан тарттым да. Бул эми баягы согуш убагында туткунга түшүп калып, ошол Германияда жашап калган кыргыздардын тагдырын, эми Азамат Алтай, Төлөмүш Якубулов деген сыяктуу биздин аталарыбыз ушу 18-19 жашында согушка кетишкен да. Эми ал вечералар немис эмес, орус айырмасын билген эмес да. Ошол жакта туткунга түшүп, тагдыры ошол жакта болуп калган аталарыбыз карын алган да. Анан ушул башкы каарманды Туңгушбай ага тартылат деп ушул учурдан да ушул эмеден пайдаланып тиги кечирим сурап кетким келет да, ошо Туңгушбай ага айтып койдум элем. Сизди тартам деп. Сизди тартам деп. Анткени ошол тиги Германияда калган кыргыздын ролу болчу да, ошо статный мындай өзү офицер болуп эме болгон. Анан тилекке каршы бизде ал кишиге акча төлөп бере албайбыз деген мындай эме болуп калды да, ошондой менен эме. Анткени ал киши эми казак эл артисти, атактуу артист, анан ал кишиге тартып бияка шарт түзүп бере албайбыз го, кыйналып калабыз тиги деп ушундай эме болуп калды. Туңгушбай агадан кечирим сурайм, буюрса дагы мындай эме келет, мен тартам сөз. Казак менен кыргыздарды мындай бир дагы бир сценарийim бар. Ошо биргелешип мындай бир тарта турган, бирок ал 16-жылдагы ошо окуя тууралуу да. Буюрса болот деп мен ойлойм. Рахмат агай, ыраазычылык билдиребиз. Азамат байке, бүгүнкү күндө мына агай да айтпадыбы? Кыргыз кино индустриясындагы туулгалардын бири түркүгү десек болот Темир агайыбызды. Темир агайдын сиздер жаратып аткан тасмалар боюнча пикири айтып аткандыгы кыргыз кино маданиятын кармап турган ушул балдар деген жакшы сөздү айтты. Биз сиздердин тасмалары менен, айрыкча менин муунум, Кыргызстандын жаштарынын баардыгы, биз эле эмес, могу Казакстандын Кыргызстан тарапка жакын жактары, Тараз, Кордай сыяктуу, Кеген сыяктуу областтардын баардыгы сиздердин тасмаларды көрүп турушат. Бир канчаларынын баарын биз казак азаматтарынан, досторубуздан угуп турабыз да. Сизге суроом, бүгүнкү болуп аткан коомдук турмуштан чыгып, тарыхый тасмаларга же болбосо буга чейин Мурат Абыезовдун, Мухтар Абыезовдун чыгармалары тартылган, Шерхан Муртазанын, Кадыр Мырзалинин чыгармалары Кыргызстанда тартылды, биздин Айтматовдун чыгармалары тартылып, театрларында коюлду. Бүгүнкү күндөгү кыргыз казак жазуучуларынын, драматургтардын кино тасмаларын тартууга, классикалык кино жанрына өтүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Маселен, сиздин муунда жүргөн бир канча керемет авторлор бар. Сиздердин эмгегиңиздер ар бир тасма чыккан сайын аншлаг менен өтөт. Барып, көрүп, жабык көрсөтүүлөрүндө дагы
коюлгандан кийин да барып көрүп келип атабыз да. Анан ушуну классикалык кино тармагын өткөрүүгө кандай дейсиздер? Казактар менен биргеликте баштасак. Негизи аябай жакшы маселе көтөрүлүп атат. Бул жакта күч бирдикте да айтылат эмеспи бизде. Албетте Орто Азиядагы кыргыз казактын бир туугандыгынын мындай тарыхы, маданиятын даңазалай турган көптөгөн чыгармаларды биргелешип тартсак болот. Себеби дегенде биз азыр дүйнөгө чыгыш мурдага караганда бир топ эсе жеңил болуп калды. Себеби дегенде интернеттин өнүгүүсү, мисалы үчүн ошол тармакта азыр аябай жакшы кинолор болсо, дүйнөгө чыгыш мурдага караганда бир топ жеңил болуп калды. Ошол себептен эми баягы биз кыргыз казак биригип алып жакшы кинолор, жакшы чыгармалар тарта турган болсок, дүйнөгө чыкканга дагы чоң мүмкүнчүлүк бар. Дүйнөгө чыкканда биз Кыргызстан менен Казакстандын тарыхын, маданиятын дүйнөгө таанытканга да мүмкүнчүлүк болот. Бирок эми азыркы учурда эң биринчи эле көйгөй бул каражат маселесине келип такалат. Себеби дегенде баягы чыгармалар көп, тарыхый инсандар көп, бирок ошол Көрө турган. Ошол аябай көрүктүү болуп, сапаттуу болуп тартып, элге чыгарыш үчүн көп каражат кетти. Ошо каражат бөлгөнгө келгенде бир аз маселелер пайда болот. Эми албетте Казакстанда кино рынок аябай чоң болгон үчүн ал жакта акча көп. Анан ал жакта мамлекеттен тышкары да жеке ишкерлер да акчасын салып ошо кино тартышат. Бизде эми Темир Агайыбызга окшоп баягы мамлекеттик чоң деңгээлде кинолор тартып элекпиз, бирок жеке өзүбүздүн каражатка тартылган акчаларга чыккан кинолордун сапаты дагы жылдан жылга мындай жогорулуп болуп баратат дагы. Биз жок дегенде Казакстан, Өзбекстанга, Россияга чейин чыкканга бизде мүмкүнчүлүк болуп, мындан 2 жыл мурун чыгып келгенбиз. Азыр кыргыз кинолору дагы Казакстанга көп барып атат. Казакстан кинолору Кыргызстанга көбүрөөк келе баштады. Көбүнчө жеке тарткан студиялардын кинолору келип атат да. Анан бирок биргелешип чоң тема тарта турган болсок, албетте бир мамлекетке кыйыныраак болуп калышы мүмкүн, бирок биздин кыргыз менен казактын тарыхыбыз бир, маданиятыбыз бир, жайгашкан жерибиз бир болгон үчүн биригип туруп тартсак, албетте бир мындай дагы бир чоң сапаттуу кино тарта алабыз деген ойдомун. Бирок ал үчүн бир аз дагы кичинекей кинолор менен бир тажрыйбаны топтоп, анан чоңго өтүш керек да, акырындык менен. Биздин соңку кыргыз киносундагы бир феномен десек дагы болот. Өтө сейрек кездеше турган жаңылыкты алып келди Руслан Байкенин Бейшенен таманында. Ушул сыяктуу тасмаларды ала турган болсок, Кыргызстандын калкынын саны бүгүнкү күндө 7 миллион болуп атканы менен, Казакстан менен биргеликте тарта турган болсок, ал жактын рыногун эске алып, бир маданий байланыш түзө турган болсок, ал жактын эли менен 15 миллион казак калкы менен биргеликте 20 миллиондук адам көрө тургандай тасмаларды тартуу мүмкүнчүлүгүн чыгара турган болсок, сиздер үчүн дагы пайдалуу болуп, рыноктун, масштабтын, аймактын кеңейгендиги өзүн өзү актап кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Маселен, бир орток долбоор катарында ала турган болсок. Жок, азыркы учурда ошол мисалы үчүн Темир агай айткандай, мурда ар бир мамлекеттин телеканалдары өзүнчө болгондуктан, бири-бирине өтпөгөндүктөн, мурда кичине бир аз ортодо элдин ортосунда бир аз кичине болсо да ажырым бар болчу да. Бирок азыркы убакта интернеттин аябай өнүгүшүнө байланыштуу Казакстандын кинолоруна, Казакстан блогерлерине кыргыздар көбүрөөк катталып, алардыкын көрүп, Казакстан кыргыздардыкын көрүп, ушундай аралашып, элдин ортосундагы мындай ортодо ажырым жок болуп калды. Азыр аралашып калдык да. Акыркы күндөрү жеке студиялардагы кыргыз актерлорун тартып, бизге казак актерлорун тартып, мындай көбүрөөк коллаборация деп коет эмеспи? Ошондой дагы көп болуп жатат. Бирок мунун азыр мындай чоң масштабка, чоң деңгээлге өтө элекпиз да. Бирок ар бир нерсе ушу кичинекейден башталат дегендей, эл ичинде, студиялардын ичинде дагы бул мындай аз жакшы динамикага жылып баратат. Мынтип иштешкенчи, чогуу иштешкен. Биз ойлойбуз, Кудай буюрса, келечекте ошо казак менен кыргыз биригип алып, чоң кинолор тартып, дүйнөгө чыкканга бизде бир аз убакыт керек, албетте. Бирок менин оюмча бир 3-4 жылдын ичинде бул ишке ашат деген ойдобуз да. Баракелде. Айтканыңыздарда калет жок. Кинонун башы албетте бул сценарийден, идеядан турат эмеспи? Чыгарманын башаты идеядан турат. Анан бүгүн дүйнөдөгү чоң кинолорду, кереметтер тартып аткан компаниялардын баары идеяларга суусап турат. Биз деген Манас сыяктуу чалкыган, улам идеялардын кайнар булагын жараткан элбиз. Казак калкы болсо Алпамыш сыяктуу, Абай сыяктуу, Муктар Абазов сыяктуу жакшыларды берген эл. Так ошондой эки эл биригип туруп киноиндустрияга кире турган болсо, бул дүйнөнүн айран таң кала турган бир кереметибиз бар го деп ошон. Азыркы учурда биздин байкашыбыз боюнча дүйнө жүзүндө бир аз ушул кино тармакта сценарный кризис мындай. Ал жакта дүйнөлүк масштабта мындайча айтканда бир аз адамдык баалуулуктарды өзгөргөнгө байланыштуу эми кичине телеканалдан айтыш туура эмес болуп калат. Ошо адамдык баалуулуктар өзгөргөнгө байланыштуу ал жакта мындай руханий кинолорго мындай суусап тургандай болуп турат да. Ошондуктан биздин баягы кыргыз менен казактын маданияты, биздики
үй бүлөлүк көбүнесе үй бүлөлүк институтуна көңүл бурулган улуга Социалдуу. урмат деген нерселерге байланыштуу биздин кыргыз менен казактын маданиятына ылайыктуу болгон чыгармаларды дүйнө көргөнгө даяр болуп тургансып турат да эмнегедир. Баракелде. Кудай буюрса ушулардан ишке ашырсак болот. Керемет. Адамзаттын орток казынасына биздин казак кыргыздын да кошкон дагы бир улуу үлүшү бул албетте үй бүлө институтун сактап калган улуу көрүнүштөр. Так ошондой улуу көрүнүштөрүбүз менен кайрадан жалпы адамзатка жаңы темалар менен, жаңы көз караш менен чыга турган сапарыбыз дагы алдыда экендигин режиссерлордун оозунан уктук. Азыр биз сиздердин кесиптештериңиздер Астанада бизди дагы көрүп отурган кез Астанага сөз узатып, ал жакта кандай маек болот экендигин чогуу тыңдайлык. Кесиптештер, сөз сиздерде. Астана студиясы. Рахмет әріптестер, біз Астана студиясынан қос қанат бағдарламасын ары қарай жалғайық және студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бүгін студиямызда кино өнерінің кәсіби мамандары арнайы келіп отыр. Кинотанушы профессор Назира Рахманқызы, қош келдіңіз. Және белгілі режиссер, документалист Айдос Сейітжан мырза. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жалпы енді қазақ қырғыз киносының жандануы кеңес кезеңінен 1960-1970 жылдарға сәйкес келеді. Сол тұста қазақта Шәкен Айманов, Абдулла Қарсақбаев, Мәжит Бегалин, Сұлтан Қожықов, қырғызда Толомуш Океев, Болат Шәмшиев сынды ұлы тұлғалар, режиссерлар ұлттық кино тарихында алтын әріппен жазылды. Кино арқылы ұлттық болмысты, халықтың тарихы мен мәдениетін паш етті. Жалпы әдеби шығармаларға негізделген біздің тамаша фильмдеріміз бар ғой. Менің атым Қожа, Гауһар тас, Көксерек деп жатамыз. Бұл фильмдердің барлығы да өз заманда сол кезеңнің мұңы мен зарын, халықтың арманы мен тағдырын жеткізе білген көркем шығарма деп айтсақ болады. Рас. Енді студиямызға қош келдіңіздер. Әңгімеге тартайық өздеріңізді. Жалпы қазақ пен қырғыздың достығы, ынтымағы кино саласында қалай көрініс тапты? Назира ханым, өзіңізге бастайық. Жақсы, рахмет. Жалпы мына бүгінгі хабардың ұйымдастырылып жатқанына өте қуаныштымыз. Өйткені мұндай хабар екі елдің киносына да, өнеріне де, руханиятына да үлкен ықпалын тигізері сөзсіз. Жалпы өздеріңіз де жаңа айтып кеттіңіздер, мына 60-шы жылдардан басталды ғой, мына қырғыз киносының ұлы режиссерлары Толомуш Океев, Болат Шәмшиев ағаларымыз біздің қазақ киносында өздеріңіз білесіздер, қазақ фильм мен қырғыз фильм бірігіп, Көксерек деген, Қараш-Қараш оқиғасы деген фильмдерді түсірді. Шын мәнінде мына тек киногерлер ғана емес, екі елдің ұлы жазушылары да мына екі елдің өнеріне, әдебиетіне бір ортақ болып кеткен тұлғалар ғой. Мысалы, Мұхтар Әуезов туралы, Мұхтар Әуезовтың шығармалары бойынша жаңа Болат Шәмшиев, Толомуш Океев ағаларымыз түсірген болса, ал енді Шыңғыс Айтматовтың шығармалары бойынша да мына қазақ фильмде, қазақ киносында бірнеше мына осы соңғы емес, осыдан бір 15, 16, бір 20 жылдай бұрын біраз Қошбол Гүлсары түсірілді. Мысалы, осы соңғы кездері де Шыңғыс Айтматовтың шығармалары бойынша сценарийлер жазылып, кино түсіруге, мысалы, ұсыныстар да өте көп келіп жатады. Содан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, бұл мынау тек 60-шы жылдар емес, 70-ші жылдарда да өте жалғасты. Біздің одан кейінгі буын, Шәкен Аймановтар, Толомуш Океев, Абдулла Қарсақбаевтардан кейінгі буын бар. Бұл ВГИКті бітіріп келіп, ең алғашқы қадамын кинодағы қырғыз фильмнен бастаған біздің өзі қазақтың режиссерлары да болды. Мысалы, Сатыбалды Нарымбетов деген үлкен режиссеріміз бар. Сол кісі өзінің кинодағы ең алғашқы қадамын Мүке деген деректі фильм бар. Сол ең алғашқы фильмін осы қырғыз фильмде түсіреді. Содан кейін де бүгінгі күнге дейін осы мына кинодағы екі елдің байланысы әлі толастаған жоқ. Одан кейін де мысалы мына қырғыз фильмде түсірілген, Қырғызстанда түсірілген фильмдерде тек режиссерлар ғана емес, біздің қаншама актерларымыз ойнады. Қазақ фильмде түсірілген фильмдерде қаншама керемет, мысалы мынау Хасан Доқтырбек Қыдыралиев деген тамаша актер бар, жалпы бәрі біледі. Сол кісі ойнаған
қаншама фильмдер болды. Мысалы жаңа ғана айтқан Қош бол Гүлсарыда ол басты кейіпкерді сомдайды. Содан кейін тағы да бір айта кететін нәрсе, мысалы Толымыш Өкеевтің Қызыл алма деген фильм бар. Оны екі елдің де көрермені өте жақсы біледі. Мысалы осы Қызыл алмада басты кейіпкердің Досқан Жолжақсынов ойнайды. Көрдіңіздер ма? Мұндай мысалдарды өте көп келтіруге болады да, өйткені енді түсінікті біздің екі елдің де біздің менталитетіміз ұқсас, тіліміз де жалпы өте көп жағынан енді айтады ғой, қырғыз қазақ бір туған деп бекерге айтпайды ғой. Міне осы тәмсілді біз жалпы өнерден де бүгінгі күнге дейін көріп келе жатырмыз. Мысалы енді мынау операторлар жағынан да, мысалы Хасан Қыдырәлиев деген тамаша оператор бар. Қырғыз киносында, қазақ киносының да жалпы әлемге танымал операторлардың бірі. Біздің керемет деген фильмдеріміздің операторы бүгінгі күнге дейін өте көп түсіреді. Сапар Қойшыманов деген операторымыз бар. Содан кейін біздің де мына қазақ елінің мықты актерлары бар. Жаңа көп түсіп жүр. Тіпті бүгінгі күнге де алайық, мысалы бертін келе мысалы мына Руслан Акун деген режиссер бар. Ол да жаңағы В поисках мамы, анамды іздеймін деген фильм бар. Сол жерде мына Тәуекел ойнайды. Мүслім Тәуекел ойнайды басты рөлде. Содан кейін мына бірігіп бүгінгі жас кешегі Толымыш Өкеев бар, Болат Шәмшиевтерден бастап біздің жаңағы үлкен буын режиссерлар бар. Шәкен Айманов, Абдолла Қарсақбаевтар, сценаристер. Осы буын бастаған сабақтастықты міне біз бүгін де көріп отырмыз да. Мысалы кеше ғана біздің ең жас осы буын режиссерлар Диас Бертіс деген жас режиссеріміз бар. Сол мына өте көп жастар білет. Приговор деген фильм бар. Бүгінгі осы былтыр ғана түсірілді ғой деймін, ұмытпасам. Сол фильмде мысалы сценарийінің авторы Жаныш Дадабаев қой деймін, егер ұмытпасам. Шатастыруым да мүмкін, бірақ ол жерде де жаңағы екі елдің кинематографистерінің жұмысы, шығармашылығы негізінде түскен да. Онан кейін тағы да мынау Черный двор деген атышулы сериал бар. Неден түсірді ғой деймін. Қазақстандық режиссер? Қазақстандық режиссер Диас Бертіс түсіреді. Ол жерде де жаңағы ұмытпасам сценарий авторларының біреуі жаңағы қырғыз кинематографисті. И және де біздің бүгінгі жас актерларымыз, мынау Асылхан Төлепов бар, кім Жоламанова, Гүлназ, ол актерларында Бешеналиев, айтпақшы Азиз Бешеналиев. Бүгінгі біздің өздеріңіз білесіздер, Мұстафа Шоқайда өте басты рөлді ойнап, содан кейін Сатыбалды ағамыз, Нарымбетов жаңа мен айтып отырмын, ең алғашқы фильмін, деректі фильмді Қырғызстанда түсіреді. Өте көп жаңағы байланыста болды осы. Ардақ Әмірқұлов бар, тағы да басқа. Жалпы кино саласында сценарийден бастап режиссерлік жұмыс, актерлік жаңағы құрам, тіпті операторлық қойылымға дейін де біздің ынтымағымыз дамып келе жатыр. Әрине. Бұл бүгінгі таңға дейін міне әлі жалғасып келеді, әлі де жалғаса береді. Ол дүние тұрғанда мен ойлаймын, қырғыз бен қазақ кинематографистері ол бірге жаңағы ынтымағын жоғалтпайды деп ойлаймын. Бәс, ғұмырлы болсын. Енді тамаша, жалпы енді қазақ қырғыз режиссерларының сол кездегі еңбегін қалай бағалайсыз, айта кетсеңіз? Сол кездегі болғанда мына 60-шы жылдар ғой. Енді әрине жаңа біз айтып отырған екі фильмде қазіргі күнде кино өнерінің алтын қорына енген шығармалар ғой. Мысалы мынау неде қараш оқиғасын алыңыздар да. Сценарийінің авторларының бірі қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, киносценарист Әкім Тарази ағамыз жазды. Болат Шәмшиев екеуі бірігіп. Режиссері Болат Шәмшиев. Енді бұл фильмді танымайтын көрермен жоқ деп ойлаймыз, өйткені Мұхтар Әуезовтің ең бір тамаша шығармаларының бірі, және ол кинода да өзінің бағын тапқан шығармада, Көксерек секілді. Содан кейін ол жерде де өздеріңіз білесіздер, басты рөлді
ойнаған Сүменкүл Чокморов деген тамаша актеріміз ойнады. Керемет. Ол жердегі жаңағы актрисаларымыз, Бақтығұлдың әйелінің ойнайтын актрисамыз бар. Бақтығұлды жаңа Сүменкүл Чокморов деп отырмыз. Жараспайдың рөлін Советбек Жұмаділов. Айтпақшы Советбек Жұмаділов ағамыз, ол кісі Сатыбалды Нарымбетовтің біраз фильмдерінде ойнады. Анау қазір айтайын, Созақтан шыққан Гамлетте Гамлеттің рөлін ойнайды. Негізі сол кезең ұлттық киноның қалыптасу кезеңі ғой. Бізде қатар жүрді ғой. Қатар жүрді. Сәкен Айманов ағаларымыз. Енді бұл кезең қырғыз киносы үшін де, қазақ киносы үшін де жалпы руханияттың тарихына алтын әріппен жазылған кезеңдер ғой бұл. Жаңағы қырғыз елінің киносы үшін де, қазақ елінің киносы үшін де ең бір өлмейтін шығармалар дүниеге келген кез. Өйткені бұл шығармалардың басы қасында жаңағыдай үлкен тұлғаларымыз тұрды. Осы тұлғаларымыздың арқасында деп ойлаймын, ұрпақ сабақтастығы деген өте маңызды. Жаңа ғана мен айтып отырған жас режиссерлардың шығармашылығына алып келген үлкен алтын көпір ғой. Сондықтан даже әлемдік кинотарихта киргизское чудо деп аталды, ол кезде. Одан кейін бізде қазақтың жаңа толқыны пайда болды. Ол кезде де мысалы қырғыз бауырларымыз үлесі өте Шәкен үлкен Айманов, болған. Абдолла Қарсақбаев, қазақ киносында Мәжитбек Әлен, Сұлтан Қожықов, қырғыз киносында жаңа айтып отырған Тұлымыш Өкеев, жаңа Болат Шәмшиев, ағаларымыз, тағы да басқа өте үлкен жаңа актерларымыз бар. Актрисаларымыз бар, операторларымыз бар. Қазіргі фильмдерді айтсақ та, мысалға біз қырғыздың киносын көрсек, немесе қазақтың киносын көрсек, тура режиссерлік құрамын жаңа көрмесек енді айыра алмауымыз да мүмкін, бірдей әсер етеді. Бұның себебі Майдос мырза не деді ойлайсыз? Ол ұлттың болмысы тағдыр ұқсас болғаннан ба? Әрине, біз көшпенділер еліміз. Мысалы, мен өзім осы тақырыпты айтқан кезде өзіме жақын білсем, мен негізі киноға кештеу келген адаммын. Мен тоғызқұмалақпен айналысқанмын. Ал қырғыз бауырларымызда тоғыз қорғол деген тамаша ойын бар. Негізгі екі енді мықты ойыншыларымыз осы екі елдің жарысып жүретінбіз. Одан кейін мысалы мен өзім есіме түсіріп отырмын да осы киноға түскен жолымда. Студент кезінде қырғыздарда өте қызыққандай болды жағдай. Олар айтатында мына Қырғызстан мен киноны біз қалай қалыптастырамыз деп өзімізде ше. Енді ақша аз, бюджет аз да, бірақ қолымызда не келеді? Қысқа метражды кино түсірейік дейді. Сосын олар бір мықты фестиваль ойлап тапты. Қырғызстан страна короткометраж, қысқа метрлер киносы деген. Сол мысалы Гуглда Қырғызстан деген кезде сол шығып тұрса екен ғой деп. Сол 10 шақты жыл өткізді. Соның біреуіне мен қатыстым, алдыңғы біреулеріне мені шақырды. Әр елден, мысалы ТМД елдерден бір шақырылып отырды. Жастар көбісі ол қазір мықты әйгілі режиссерлар болып шықты. Өте жақсы бір дәстүр болды да. Сол бізге ынтымақтастық болды. Бір жағынан біз қараймыз, арасында да әсіресе мына Қырғызстан дерек киносы өте мықты болды. Үнемі қазіргі кезде де мысалы мен жақында Үміт кинофестиваль болды, Бішкек қаласында. Сол өзім шақырылдым. Дерек киносы үнемі жоғары деңгейде өтеді, және де олар осы жылы мысалы Бішкекте әдейі бізге мынандай ұсыныс айтты, сіздер Қазақстанның жастар дерек киносын алып келсеңіз бір көрілім жасасақ десек, расында да біз апардық, 5 жұмыс апардым, өте қызықты өтті, көрермен де жақсы қабылдады, оларға да өте жақын, өйткені расында да болмысымыз бір, тіліміз бір деп айтуға болады, енді өте жақынбыз, сондықтан бір-бірімізді жақсы сезінеміз, бір-біріміздің енді кино деген негізі кішкене жан айқайы ғой, соны жақсы сезінеміз деп айтуға болады, содан кейін мүмкін ыстықта көрінеді, енді негізі біртұтас ел деп санауға да болады шығар. Жақсы, енді біз осы ретте мен тағы бір екі режиссерді айтқым келіп отыр. Мүмкін мен бәрін де атамауым мүмкін, бірақ мынау қазір Ақтан Арым Құбат деген керемет, былайша айтқанда классик деп біз үшін енді осы қырғыз киносының классигі. Ернес Әбдіжаппаров деген, Марат Сарулы деген, ол кісі осындай керемет режиссерлар бар. Жақында ғана Ақтауда Қорқыт Ата деген түркі тілдес елдердің кинофестивалі болды. Сол жерде Ақтан Арым Құбаттың қызыл, қара, қызыл, сары деген керемет кәдімгі су жаңа қазір туындысын көрсетті. Ол сол фестивальдің ең үздік жүлдесін алды. Мен өзім де сол қазылар алқасында болдым. Содан кейін қазіргі жас буын режиссерлердің бірі Дастан Жапарұлы деген режиссер бар. Оның кезінде «Завещание отца» деген бір тамаша фильм болды. Біз жалпы өте былай мүмкіндігінше таныс, біз көріп отырамыз. Біздің студенттер де біледі ол фильмдерді. Әнеугін ғана оның «Қашқын» деген фильмі болды. Ол да қазылар алқасының жүлдесіне ие болды. Сондықтан
біз үшін жалпы қырғыз фильмдерінің, жалпы киносыншы ретінде маған не ұнайды? Әрбір фильмде ұлттың өзінің бір ерекшелігі болады да, міндетті түрде. Ол бір салтты көрсете ма, бұл міндетті түрде болады. Міне осынысымен де ойлаймын, бүгінгі мынау жаһандану заманында біз қырғыз киносы болсын, қазақ киносы болсын, жалпы біз өзіміздің ұлттық бейнемізді, біз өзімізді жоғалтпауымыз керек та. Міне осы тұста мен ойлаймын, қырғыз киносы өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Өйткені біз кино деген ол қазір адамзаттың ортақ тілі деген бір ұғым пайда болды ғой. Міне осындай, осы кезде кино осы міндетті атқару керек та. Ол кинода кез келген фильмде біз көрген кезде сіздің қырғыз екеніңіз, сіздің қазақ екеніңіз, сіздің өзбек екеніңіз болмаса, яғни ұлт өзінің бейнесін сақтау керек та. Назира ханым, осы міндетті атқара алып жатыр ма қазір? Тоқталамыз. Өте қызықты деп ойлаймын. Сәл әңгімемізді әрлеу үшін біз студиямызға бір тамаша әнге кезек бергіміз келіп отыр. Осы ретте одан соң сұхбатымыз жалғанады. Қыз жібек фильміндегі Гәкку әніне кезек бергіміз келеді. Қымбатты көрермен, сахна төрінде Сәулежан Тақзия қарсы алайық. Аралап талай жердің дәмін таттым, құс салып айдын көлдей дабыл қақтым. Айта алмай Гәкку өмірді ешбір адам, мамырлап қоңыр қаздай баяулаттым. Гәкку, 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 гәгәгәй, Гәккуім-ай. Гәкку, 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 Гәккуім-ай. Таранған айдын көлде сен бір ақыл, естіп пең бұны да әнідай бек ләззәтің. Сырнай мен домбыраның арасында балқыған қорғасыныдай қайран Гәкку. Гәкку, 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 гәгәгәй, Гәккуім-ай. Гәкку, 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 Гәккуім-ай. Түрленітіп 90 түрілен саламын, жай тастап құлашымдай кең аламын. Түскенде сен есіме еркек Гәкку, құлпыртып осынап әнігай толғанамын. Гәкку, 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 гәгәгәй, Гәккуім-ай. Гәкку, 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 Гәккуім-ай. Гәкку, гәгәгәй, Гәкку, гәгәгәй, Гәкку, Гәкку, гәгәгәгәй. Гәкку, гәй, Гәкку, гәгәгәй, Гәкку, гәй, Гәкку, гәй. Гәгәгәгәй, гигигәй, Гәкку, гәй, Гәкку, гәй. Қымбатты көрермен, дәл қазір сөз кезегін Бішкек студиясына берсек, әріптестер. Рахмат, урматтуу кесиптештер, ыраазычылык билдиребиз. Керемет чыгарма аткарып берген биздин өнөрпозубузга, талантыбызга дагы бир таазим этебиз. Бар болуңуздар, казак кайрыгы ааламды аралап аман эсен жаңыра берсин дейли. Азамат байке, дагы бир чоң премьера үчүн шашып жаткан кезиңиз, аны туюп турган кезибиз. Сизге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ар дайым кыргыз кереметинин жаңы
муунун жаңы толкундарын жарат. Аман жүрүңүздөр. Кыргыз журтубузга, элибизге жан дүйнөнү байыта турган керемет чыгармалар менен кыргыз киносун байыта бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Кыргыздар айтат канча деп, казактар айтат канча деп. Чы менен шы болбосо айырма жок анча көп. Баракелде. Болбосо бабабыз казак айткандай басында кийген ак калпак кыйылап шетин шыргызган. Менин да бетим шапшалпак, айырмам кайсыл кыргыздан дейт. Эй, бали. Ансыгары казак кыргыз бир тууган дейт. Бириксек күч алды, баягы айтып коет эмес беле, ынтымакта депчи. Ушу биригип дүйнөнү багындыралы, Кыргызстан менен Казакстандын маданиятын дүйнөгө тааныталы. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык. Агай, өзүңүз көргөндөй кино сынчы эжебиздин жакшы маалыматтарынын баардыгын уктук. Биздин кыргыз кино тасмаларынын тарыхы, жакында болуп аткан, биздеги болуп аткан жаңылыктар, ал Тургай Коркут ата кино фестивали жөнүндө дагы айтылды. Бул кино ишмерлер бир көмүскө көп сүйлөбөй, бирок көп иш жасаган идеологдор болот экендигин жакында аны далилдедиңиздер. Сиздер буга чейин Ак Элбиз кино сыйлыгын уюштуруп канча жылдан бери көздөй ушул бир канча мамлекеттин кино ишмерлерине тапшырып келе жатасыздар. А президентибиз болсо жакынкы күндөр болсо ушул Ак Элбиз биздин улуттук символубуз катарында кабыл алып, аны кандай колдонуу боюнча да өзүнүн чечимин чыгарып, жалпы журтубузга сунуштады. Андан тышкары биздин Бишкек кино фестивали кандай бир өзүнүн кадыр баркы менен, аброю менен кыргыз киносун жалпы журтка, дүйнөгө даңазалоого аракет кылып келе жатат. Мамлекет кино тармагына колдон келген аракеттин баардыгын көрүп жатат. Биз эми мындан ары ушул кино тасмаларды өнүктүрүү боюнча, кино базарын, кино дүйнөсүн өнүктүрүү боюнча кандай аракеттерге барышыбыз керек? Жакшы болду. Бири-бирибизди мактап бүттү окшойт. Эми мындай көйгөйдү айталык да, анткени бизге эмне тоскоол болуп атат да. Мындан 3 жыл мурун Ташкентте фестивалда ушул жалпы казак, кыргыз киносу, казак киносу, өзбек киносу, ушу Орто Азиядагы кинолор кантип биргелешип ушу өнүгүү жолуна түшөбүз деген көйгөйдү көтөрүп чыкканбыз да. Тилекке каршы биздин баягы чоңдор барды, кол коюшту, бир эме кылышты, ошо менен токтоп калды. Тилекке каршы бир кино тартылды окшойт, болду. Ошо менен токтоп калды. Анан мен айтып кетер элем да, бизде бүт мындай бүт эле кагаз жүзүндө мындай айтылат, экранда айтылат, а бирок иш жүзүнө келгенде эч мындай иш жылбайт да. Формализм. Анан ушул эле мына казактар менен бир тууганбыз дейбиз, биз эки кош канат дейбиз, кумуш нерселерди айтабыз. Бирок мына Кыргызстанда казак театры барбы? Жок. Орус театры бар, Эми өзбек туугандардын театры бар. Казакстанда кыргыз театры барбы? Жок. Уйгур театры бар. Немис театры бар. Корей театры бар. А бирок кыргыз театры жок. Мына өткөндө да ошол Турцияда бар, түрк тилдүү элдер биригип алып ушул өнүгөлү, бирге бир тилге өтөлү, бир тамга өтөлү деп атабыз. Алфавитке. А бирок Турцияда жок андай театр эмес, кино көргөзүлбөйт. Кыргыздын киносу көргөзүлөбү? Жок, көргөзүлбөйт. Туурабы? Голливудду сөгөбүз, башкаларды сөгөбүз дегентип атат, бирок жалаң ошолордун кинолорун көрөбүз. Жалаң бала бакырабыз, өзүбүздүн жаштарыбыз бүт ошол Голливуддун, башка мамлекеттердин кинолорун, ошолордун маданиятына, идеологиясына сугарылып чоңойт. Туурабы? Эмне үчүн ошону эмне тоскоол болуп атат? Бизде маданият министри иштебейби? Же кино тармагынын башындагылар иштебейби? Мына ушул көйгөйдү азыр мындай айтып, мындай ачыкка чыгарып турбасак болбойт. Баарыбыз бири-бирибизди мактайбыз, жакшы, таланттуу дейбиз, кыйратып атабыз дейбиз, анан бирок бул биз мындай сөздөр менен өнүгүп деле кетпейбиз. Да, бири-бирибиздин эмгегибизди баалайбыз, таланттыбызга тамшанабыз. Бирок ушул нерселерди мындай бир алып чыгып, алга жылышыбыз керек негизичи. Муну мындай айтып турбасак, мындай сөз менен эле калбай иш жүзүнө түшүш керек деп ойлойм да ошо. Сиздин белгисиз маршрут агай Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы өтө бир чоң көрүм менен жаңылык катарында кабыл алынганда, ушул тасма сыяктуу бүгүнкү күндө болуп аткан коомубуздагы түркүн көйгөйлөр бар. Жасалма интеллект келди, техника келди. Ушуну кайра жаңыча бир интерпретация менен берсеңиз болобу, болбойбу? Эмне үчүн болбойт? Дилибиз бир, тилибиз бир болгондон кийин биздеги маселе Казакстанда да жок эмес. Казакстанда болуп аткан маселе бизде дагы жок эмес. Биз куштун кош канаты сыяктуу бирге
бирибизге эри шаркак болуп жеңилибизди жерден оорубузду колдон алып бир даңаза кылсак деген жакшы тилегибиз бар да. Белгисиз маршрут интерпретация кылуу оюңузда барбы? Болот. Эми мындай да бул Чыңгыз Айтматов деле убагында ошол өзүнүн айлана чөйрөсүнөн, ошол замандаштарынын темаларын, ошолордун көйгөйүн чагылдырган да чыгарманы. Азыр бизде деле толтура. Кайра эле Айтматовго асылып же болбосо мурунку жазуучуларга ошолорду көтөрүп чуркай бербей, азыр мынакей Ош базарына барып, Дордойго барсаң, эмне деген тагдырлар бар. Эмне деген көйгөйлөрдү алып чыгабыз, темаларды. Ошол эле казак менен кыргыздын көйгөйү кээде карап отурсаң, бирдей эле. Бир эле. Экөөнү оп окшош. Анча-мынча эле бирөөнүн чөнтөгү калың, бирөөнүн кичине бөксөлүү болбосо, биздин дүйнөгө болгон көз карашыбыз деле, каада салт, нарт насил баалуулуктарыбыз бүт бирдей. Бир эле баары элечи. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо өзүбүздүн негизи эле жалпы алып Орто Азиябызды бири-бирибизге мындай көбүрөөк эме кылып турушубуз керек да, маданий алака болуш керек. Каада салт, нарт насил бири-бирибиз жакшы билип турушубуз керек. Буга кино, эми кино бул эң оңой нерсе да, бири-бирибизге алып барып көргөзө болгонгочу. Ошол рынокто ачышыбыз керек. Анан бүт эле баягы Голливуддун кинолорун, тигинин кинолорун алып келип эле, анан ушул акча табыш үчүн деп атып, биз мындай бири-бирибизди кичине эме кылып атабыз да. Алыстатып коюп атабыз да тилекке каршы. Биз бүгүнкү күндө казак кино өндүрүшүнөн кандай сабак алууга болот? Артыкчылыктары кандай? Эми булардыга чыгармачылык жагынан да жаштары кичине, булардын жаштары аябай эме алда кетти да. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Биздики деле бар. Таланттуу жаштарыбыз бар. Аман, Дастан, Асел деген. Бирок булардыкы кичине дүйнөлүк рынокко мындай көбүрөөк чыгып, көбүрөөк көрүнүп атышат да. Анын үстүнө буларда каражат жагы кенен. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Бирок бир жери бар, биздин бир жакшы нерсебиз бар. Биздин кино рынок Кыргызстандыкы ички рыногубуз аябай жакшы өнүгүп атат да бизде. Өзүбүздүн көрүүчүлөр өзүбүздүн балдардын киносун, жаштардын киносун аябай жакшы көрүшөт да. Ошон үчүн бизде кино рыногубуз, ички кино рыногубуз аябай мындай эме да. А сыртка биздин балдар чыга албай атабыз да, тилекке каршы чыга албай атышат да, сырткы кино рыногу. Жадагасы ушу казак кино рыногуна же болбосо Өзбекстанга же Турцияга мындай чыга албай атат кененчи. Бир мындай уникальный бир ушул эме болду, мындай случай болду. Бул ошол Русландыкы чыгып кетти да. Русландык ушул мындай кенен чыгып кетти. Ушу сыяктуу болуп чыгып кетсе, чыкса деген мындай эме бар да, мындай тилек. Агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Омоктуу оюңузду, керептүү эңиңизди ортого салып, казак-кыргыз кино маданиятынын ортосунда алтын көпүрө болуп аман жүрүңүз. Элибиз сиз менен сыймыктанат, журтка берериңиз абдан мол. Жакында чыгып аткан туткун таспаңызга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Эл анчлык менен кабыл алып, журтубуздун жүрөгүнөн түнөк тапкан керемет эмгек болушуна, тарыхый эмгек болушуна тилектешпиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Сиздин урматыңызга Алтынай Асанбекованын Кең дүйнө деген керемет чыгармасын жаңыртабыз. Кыргыз киносу, казак киносу кулачын кенен ачып, кино рыногунда өздөрүнүн туусун сайышына дагы бир ирет тилектешпиз. Сиз үчүн ырдайт Алтынай Асанбекова, Сыноо. Birde gülüp birde ыйлап арманда, биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет, жаратканын башкасына салганда. Курбу бүтүп өттү кетти жылдарда, достошобуз ант беришип сырларга. Ниет кандай экендиги билинет, амал ишке ашып ашпай турганда. Бирде күлүп, бирде ыйлап арманда, биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай экендиги билинет, жаратканын башкасына салганда. Ата
күн жерде бөлөк элде жүргөндө келет сөзсүз жолун карап күткөнгө эй жашайт өңдө жашайт коштоп түштөрдө чын сүйүүнүн бар экени билинет ортодогу кызыкчылык бүткөндө бирде күлүп бирде ыйлап арманда биз жашайбыз 6 күндүк жалганда адам кандай экендиги билинет жаратканын башкасын салганда эй жаратканын башкасын салганда сүйүнбөйбүз ар бир аткан ак таңга өкүнөбүз өмүр күндөй батканда ар учурдун баркын билет экенбиз убакыттар карматпастан шашканда айлаганча сабыр менен чыдама эй кудай деген жыгылса да тура ала бир берилген жалган ушул өмүрдө ар бир адам ар башкачасын ала бирде күлүп бирде ыйлап арманда биз жашайбыз 6 күндүк жалганда адам кандай экендиги билинет жаратканын башкасын салганда эй жаратканын башкасын салганда Кең дүйнө чыгармасын керемет аткарып берген Алтынай Асанбековага ыраазычылык билдиребиз дагы. Сөздө урматтуу кесиптештер, Астана студиясы сиздерге узатам. Сөз сиздерде. Әріптестер, өздеріңізге алғыс білдіреміз, ал біз жалғастырайық. Енді кезекті сауалымыз Назира ханым өзіңізге. Жалпы бүгінде фильмдердің жанрлық алуандығы сын көтере ме? Көбінесе фантастикалық жанрдағы фильмдер кенжелеп бара жатыр, комедия көбейіп. Қалай ойлайсыз? Жанр дегенде, жалпы жанр, бұл дүние жүзінде, бүкіл әлем киносында тек бізде ғана емес, жанрдың бұл несі қаншайымы дейма, қанымы дейма, королі дейма, ол драма жанры ғой енді. Драма жанры қашанда болсын, ол алда жүреді, ол үнемі болатын. Ал енді жаңа сіз фантастика деп қалдыңыз, бірақ шын мәнінде ол фантастика жанры біздің қазақ киносында есінде жоқ, өте сирек кездеседі. Бұл қырғыз киносында да солай, өзбек кино. Жалпы орталық Азияда, Азия киносында мына фантастика көп бара бермейді. Соңғы жылдары, жаңа мен айтып отырмын, драма жанры, әрине комедия жанры. Қазір корольдардың королі болып тұр жанрлардың ішінде де. Бірақ соңғы жылдары мына қазақ киносында, бұл қырғыз киносынан да байқалады, жанрлық түрлену. Яғни бізде бұрын көп кездесе бермейтін жанрлар қазір пайда бола бастады. Бұл мысалы өткенде дәстүр деген, хоррор жанры. Содан кейін мынау саяси жаңа ол енді бізге сценарийлер келіп жатады, бірақ олардың көбісі енді әлі түсірілген жоқ қой. Бірақ дегенмен де мына триллер жанры, жалпы триллер жанры өзі 2000 жылдардан бастап мынау студенттердің жұмыстарында болды. Бір 15 минуттық, 20 минуттық. Содан кейін Ахан Сатаевтың фильмі болды, «Заблудившийся» деген фильм болды. Бірақ ол жанр кейін әрі қарай дамымай қалды, тоқтап қалды. Жаңа мен айтқым келіп отырғанда, міне қазір көрші қырғыз ағайындардың студиясында мынандай сөз болып қалды. Біздің елдің бір жақсысы дейді, біз өз көрерменімізді өзіміздің фильмдерімізбен қамтамасыз етеміз деп отыр. Мен осы жерде өзімнің көзіммен көрген бір дүниені айтайын. 2016-да
Бишкекте үміт деген форум бар, халықаралық форум. Сол форумда болғам қонақ ретінде. Сонда менің бір байқағаным, Бишкектегі, мүмкін мен барлық кинотеатрды байқамаған шығарым, бірақ 2-3 кинотеатрның репертуарын көрдім да, сол кезде сол елде түсіріліп жатқан коммерциялық фильмдер. Енді бұл қараңыздар 2015 жылдар, бұл тура сол кезде Қазақстанда да мына коммерциялық киноның дамуы басталды. Былайша айтқанда, екі елде де мынау ұлттық кино, жалпы біздің дамуымызда өте көп нәрселер ұқсасқа. Қатар келе жатыр. Қатар келе жатыр. 2015 жаңа бұл кісілерде де коммерциялық фильмдер тек бір өзгешелігі болды. Жаңа өздері айтқандай, көбірек мына өзбек киносы секілді, қырғыз киносы да өздерінің фильмдерімен қамтамасыз етіп жатты. Ол сапасы туралы енді ол мүмкін әңгіме бөлек шығар, бірақ дегенмен де өздері қамтады. Тура сол кезде бізде де басталды. Жаңа сіздер айтып отырған комедия жанры осы 2015-2016 жылдары өзінің бір серпіліс дейді ғой да, бір бум дейді. Осы кездерге келеді. Тура сол қырғыз киносына да. Сапасы жағынан көрермендер келеді, яғни сапасы бар деген сөз. Көрермендерге ұнайды. Содан кейін бір жаңағы жанрлыққа байланысты. Өзі былай кез келген өнердің тарихына қарасақ, бұл заңдылықта біртіндеп осындай бір бум болды ғой, тек комедия жанры дедік де. Енді қарасаңыздар біртіндеп бізде мынау қайтадан мысалы фильм катастрофа. Қайтадан фильм катастрофа, ол да тұңғыш рет болды. Бұл енді мемлекеттің қолдауымен, мына ұлттық киноны қолдау орталығы және Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен түсірілді, көрдіңіздер ме? Мұнда да. Содан кейін кеңейіп жатыр, біртіндеп келіп жатыр ол. Мен ойлаймын, тура осы жағдай бұл қырғыз киносында да бар қазір. Бірақ дегенмен де екі елдің киносында да менің байқайтыным бәрібір драма, комедия жанры ол басымдыққа ие, және мен ойлаймын, ол одан қорқатын да ештеңе жоқ, ол болатын да дүние, ол бүкіл әлемнің киносында сондай жағдай. Сондықтан енді тағы бір мәселе ол сапа. Сапа деген қай кезде болады? Сапа деген сан бар кезде болады. Сан көп болған кезде міндетті түрде соның ішінен сапалы дүниелер шығады. Бұны біз қазір жаңа қазақ киносынан да, қырғыз киносынан да бұны біз байқап жүрміз да. Өйткені ол міндетті түрде, өйткені орта буынға жас буын келіп қосылады. Мынау кино, мына экран дейміз ғой, экран ол өзгерді да қазір. Сол изображение дейді, көрініс дейді, визуалдық көрініс деген бар. Осы көрініс бізде өзгерді, өйткені технология өзгерді, өйткені заман өзгерді. Әрбірден соң біздің көрермен өзгерді. Бүгінгі көрерменді осыдан 20 жыл бұрынғы көрерменмен сіз салыстыра алмайсыз. Талап өзгерді. Сондықтан ең бастысы, қазіргі мен ойлаймын, екі елдің киносы үшінде ең маңыздысы, ең алдымен біздің өзіміздің бейнемізді жоғалтпай, бірақ бүгінгі заманның ілесу. Осы, мен ойлаймын, осы қазір ең маңыздысы осы. Айдос мырза, жаңағында айтып кетті ғой, біз 60-70 жылдарда бір алтын дәуір кезеңді өткердік деп. Ол кездегі фильмдер несімен көрерменнің көңілінде қалды? Және қазір жаңағы Бішкек студиясындағы әріптесіңіз айтып кетті, ана Оштың Дордойдың ар жағында қаншама тағдырлар бар деп. Сол тағдырларды да түсіре алып жүрміз бе? Біз жалпы қандай тақырыптарға баруымыз керек? Қазір ол кезде түсінікті ғой, енді біз ол кезде кино жалпы негізі болмысты, біздің әсіресе осы біздің елдеріміздегі болмысты көрсетпеген. Енді тұңғыш рет біз кинода өзімізді көрдік. Бұл сондай қызық, өзіміздің еліміз де үлкен, бір жағынан біз ана облыстан бай адамдар өмір сүріп жатыр екен ғой, ана жерде мынандай қызық болып жатыр екен ғой, бір жағынан қандай бізде табиғат керемет, сол арқылы жалпы кино қызық. Ал қазіргі таңда әрине бұл кино деген енді расында да бұл өмірдің айнасы, өзіміздің қазіргі негіз киноның мықты жері бұл осы уақыттағы болып жатқан мысалы өзекті мәселелерді жылдам қайтарып, жылдам көтере алады да қоғамға. Мысалы сұрақ ретінде, мысалы осы талқылайық деп мысалы біздің режиссерлар осындай бір жақсы нәрселер көтереді. Сонысымен әрине қызық, және кино осы функциясын атқарып жатыр деп есептеймін.
біздің елде де твай жақсы барлығы, әсіресе бізде біз айтып жатырмыз, кім мақтап жатыр, біздің қырғыз бауырларымыз, біздің режиссерларымыз бүкіл әлемге танымал болып жатыр деп. Расында да ол да бар, мысалы Әділхан Ержановты айтайық, Эмир Байгазинді айтайық, Нариман Төребаев, енді жасты буын, оның алдында да мысалы сіз айтқан Ақтан Байке, мысалы ол да керемет әлемдік режиссер, ол барлық жерде. Ол мысалы біздің Дәрежан ағаймен өте жақсы дос. Дәрежан Өмірбаев деген біздің классигіміз керемет, жаңа Қазақстан жаңа толқынның. Серік Апрымовпен, оның операторлары айтып жатырмыз, мысалы Серік Апрымовтың операторы Хасан Қыдырәлиев. Яғни бұл өте қызық дүние, және де шынында да мысалы бізді әлем осы кино арқылы танып жатыр. Және осы функцияны мен ойымша біздің қазақ киносы да, қырғыз киносы да атқарып келе жатыр деп есептеймін. Әлем үшін өте қызықты және шетелге жақсы танымал екі елдің де киносы. Сіз айттыңыз ғой, мына 60-шы жылдардағы фильмдер ол несімен құнды деп. Мысалы, неге құнды? Біріншіден, екі елдің де жаңа екі фильмді айттық қой, Қараш пен Көксеректі да. Неліктен дәл сол кезде Мұхтар Әуезовтің шығармаларына мән берді. Біріншіден, біз бұл шығармалардың Мұхтар Әуезовтің қай жылдары жазғанын білеміз. Және ол шығармалардың артында қандай ойдың тұрғанын да білеміз. Бірақ өте көп жағдайда бұл 29-шы жылдары жазылған шығармалар ғой, 20-шы жылдар. Бұл Совет үкіметі орнаған. Бұл былайша айтқанда қазақтан не бар ғой, тәмсіл, келінім саған айтайын, қызым сен тыңда деп. Мына емеурінмен беру айтатын ойды да. Міне біріншіден 20-шы жылдары жазылған шығарма бұл 60-шы жылдары түсіріледі. Көрдіңіз ба? Екі елдің кинематографистері бірігіп түсіреді. Өйткені ана екі шығармада айтылған үлкен ой, идея, сол шығармалардағы кейіпкерлердің трагедиясы, сол тек кейіпкерлер емес, кейіпкерлердің артында тұрған үлкен тұтас елдің трагедиясы. Әлі 60-шы жылдарда да ол өзекте еді да. Олар, көрдіңіз бе, ол бір жағынан экранизация дейміз, Әуезовке мән бере отырып, оны қалқан қылып отырып, әйтпесем ол кездер білесіздер, ол қалаған фильмді түсіретін кез емес қой. Содан кейін тағы бір айта келіп, бірақ мысал келтіргім келеді. Қарашта ол Әуезовте жоқ. Бұны жаңағы сценарий авторлар қосып отыр. Жараспай ата-бабасының жерін орыстың көпестеріне саты жіберген кезде жаңа кездеседі ғой, Күшігіп деген, Күшігіп екеу. Күшігіп екеуін елші не болып жүр ғой, арасында делдал болып жүр. Сол кезде Жараспайды Советбек Жұмаділов бұл қазақ және қырғыз киносының, қырғыз өнерінің ұлы актерлерінің бірі. Ол қазақ өнерінің де жаңағы үлкен тұлғаларының бірі. Өйткені бір өте көп ойнады 60-70 жылдары. Сол Советбек Жұмаділов ойнайды нені, Жараспайды. Сол кезде айтады Күшігіп келіп, сіз көңіл күйіңіз болмай тұр ғой дейді. Сол кезде кім айтады? Жараспай айтады. Торғайдың қырғиды тепкеніне таңғалып тұрмын дейді. Көрдіңіз ба? Бұлай қарасаңыз, мен осыны үнем айтам да, Болат Шәмшиев пен Әкім Тарази ғой екі сценарий. Осы екі тұлғаның қосып отырған сөзі. Қарасаңыз, мына осы бір-ақ ауыз сөздің өзінде артында қырғыздың да тағдыры, қазақтың да тағдыры тұр. Бұндай фильмдердің біз үшін 60 жыл өтті, әлі 100 жыл өтсе де, бәрібір ұрпақ үшін бізге қызық болады, екі ел үшін де. Өйткені бұл шығармаларда біздің тағдырымыз бар, біздің трагедиямыз бар ол жерде. Сондықтан мен ойлаймын, мына екі елдің үлкен тұлғаларының бірігіп түсірген фильмдерінің біз үшін құндылығы осы да. Өйткені екі елге де ортақ тағдырды айтып отыр. Мен де қосып өтейін, осыны алдыңғы сұрақ туралы, жанр туралы айтты ғой. Енді бұл жанр туралы емес, кино түрі ретінде. Мен өзім деректі кино зерттеушісімін көбінесе. Және мысал ретінде келтіріп көрейін да. Мысалы, біздің Netflixте Катерина Суворованың Арал теңізі туралы түсірген Ертең теңіз деп аталатын киносы тұңғыш рет жалпы Орта Азияда Netflixке сатылды. Және де ол сол Netflixте, яғни бүкіл әлемге қызық деген сөз ғой. Осы мәселені мысалы кино тілімен қалай жеткізген. Қазіргі таңда мысалы Жанана Құрмашева керемет киносы бар, Атамекен деген Семей полигонының қазір сол жерде тұрып жатқан енді халықтың
жағдайын көрсетіп жатыр. Ол мысалы қазір ол да тұңғыш рет Австралияда өтіп жатқан Азияның Оскары деп аталатын бір үлкен бір анау номинациялар бар, фестиваліміз. Соған өтіп жатыр. Немесе Алина Мустафина мысалы өзінің әжесі мен анасы туралы түсірген кино. Яғни бұл кинолар бүкіл әлемде деректі кинолар. Бүкіл әлемде өте қызықты және негізі деректі кино, мысалы қазіргі тенденция, кино тенденциясының бірі, деректі кино қазір өте үлкен үлес алып жатыр. Ана фестивальдерді кей кезде бас жүлдені алып кететін жағдайлар болып жатыр. Сонысымен ол да қызық. Яғни кино қазір кішкене мына өзіміздің болмысқа жақындап бара жатыр. Реальность деп айтады ғой, иә, сол кішкене себебі енді ол адамзаттың да санасының кішкене өсуі шығар. Өйткені біз қаншалықты біз кішкене мына фантазиялық өмірде өмір сүреміз. Қашан күле береміз. Кішкене қазір бізбен не болып жатыр? Ойланатын да уақыт болу керек қой. Жақсы. Рахмет. Иә, енді уақыт бөліп келгендеріңізге, Назира ханым, құнды пікіріңізбен бөліскеніңізге өзіңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Рахмет. Және дәл қазір студиямызда тағы да бір тамаша өнерге кезек берсек дейміз. Көркем Шолошева Ақ баян биін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.
тамаша. Көркем Шолошова Ақ баян дейін орындады. Қымбатты көрермен, дәл қазір сөз кезегін Бішкек студиясындағы әріптестерімізге берейік. Астанадағы кесіптештерге разышылық білдіреміз. Талчылықта иіліп, керемет би тартулаған біздің урматтуу талантыбызға дағы бір рет таазим етебіз. Бар болыңыздар. Еліміздің сыймығы болып аман жүріңіз. Қырғыз қазақ кино индустриясы жөніндегі болып жатқан бүгінгі эфиристан Наркөстей улантабыз. Біздің бүгін қайырдан студиябызға келіп отырған қонақтарыбыз, екінші қонақтарыбыз режиссер, сценарист, продюсер, бірнеше тасмалардың жаратманы, еліміздің сыймығы, жұртымыздың көңіл сүйген бір қанша тасмаларын жаратып, экран арқылы елімізге чоң идеологиясын бара тұрған бағытын тартулап жатқан Сүйін Откеев ағайыбыз, жана ошондой эле Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борборунун жетекчиси Алмаз Түлекеев ағабыз студиябызга келип отурат. Куш келипсиздер агалар. Сүйін ағай, биринчи суроомду уруксат берсеңиз, сизге узаткым келип отурат. Кино бул элдин, бир улуттун билинбеген, бир ошол эле учурда чоң жүктү артынып келе жаткан идеологиясын жүргүзө турган чоң багыт. Бүгүн Кыргызстан жаңы Кыргызстанга багыт алып турат. Соңғы 5 жылдан бері көстэй біз ең чоң сода экономикалық жақтан дағы, мадани байланыш жақтан дағы, социалдық байланыштан дағы Қазақстан ушунчалык сыгыкласта келе жаткандыгыбызды ал эки президентибиздин улам байма-бай бири-бирине каттап аткандыгынан көрүүгө болот. Биз буга чейин Касым-Жомарт Кемелұлы Токаевдин Кыргызстанга жасаган расмий визитинин алкагында Албезов менен Айтматовдун эстелигинин ачылышына катыштым. Ошол жерде биздин Болот агай жөнүндө, Көксерек жөнүндө, Караш окуясы жөнүндө өтө керемет сөздөр айтылды. Алар менен кошо Асаналы агабыз, Алтынбек Корозбаевтар келишти. Биздин бүгүнкү кинобуз ушунчалык жогорку деңгээлге жетти. Актан агайлардын, Садык Шернияз агаларыбыздын, Курман Жатка сыяктуу тарыхый фильмдерибиз, жакында гана Казакстанда өткөн тасма фестивалда баш байгени багындырген Кара Кызыл Сары, ушундай бир чоң тасмаларыбыз бар. Биз канткенде Кыргыз казак биргеликте кино индустриясын алып чыга алабыз. Негизи казак кыргыз чогуу кино тармагында иштеп келатканына көп эле жыл болду негизи. Мисалы мен өзүм жеке студиянын жетекчиси катары бир 2013-14 жылдан бери эле ошо казак кино ишмерлери менен чогуу иштешип келатабыз. Ошо мен биринчи жолу ошол Рекетир тасмасындагы Саят Дүйсенбаев менен ошол 2014 жылы иштешкенмин. 20 жыл. 10 жыл болду. 10 жыл болду. 10 жылдан өтүп калды. Ошол убакта келип биринчи жолу ал убакта Саят Дүйсенбаев аябай жылдызы жанып, укмуш азыр деле ошондой. Ошол убакта келип чакырып, биринчи жолу мен өзүм жеке биринчи тажрыйбам ошондо болгон. Андан кийин мына акыркы 2-3 жылдан бери биз ошол Чоочун киши сериалы менен ошо казак актерлору менен аябай тыгыз иштешип атабыз. Жада калса Алматыга барып, Алматыда дагы ошол жактан жеке студиялар менен байланышып, ошол жакта да съемкаларды өткөрүп келдик. Албетте эми балким сиз сурап аткандай чоң эки студия биригип мындай тарта элекпиз, бирок жардам керек болгон учурда алар менен мындай тыгыз иштешип келатабыз. Мен ойлойм, бул сөзүңүз айткандай эле өзгөчө акыркы 2-3 жылдан бери Кыргыз өкмөтү өзгөчө кино тармагына жакшы көңүл буруп келатат. Андыктан мен ойлойм, мындан кийин чоңураак тасмалар, чоңураак долбоорлор мына эми жаралат го деп ишенип турам. Буюрса. Алмаз байке, Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү. Качан толук метраждуу тасмалардын өлкөсүнө айланабыз? Ак Элбирс сыйлыгын берип келгенбиз. Азыр болсо президентибиз мынакей Ак Элбирс мамлекетибиздин улуттук символун айландырып, аны колдонуу эрежесин дагы тартибин бекитип берди. Айтайын дегеним, Ак Элбирсибиз ишке ашты, толук метраждуулар ишке ашты, кыска метраждуулар ишке ашты. Бишкек кино фестивалы баштады Кыргызстанда. Бул дагы кыргыз киносуна болгон бир далалат, аны өнүктүрүүгө карата болуп аткан аракеттердин бири. Дүйнөнүн чар тарабынан мен деген триумф жараткан актерлор, режиссерлор келип биздин фестивалга катышып атат. Дагы мамлекет кинону өнүктүрүүгө кандай аракеттерди көрө баштады? Бул багыттан Казакстан менен эмнелерди биргеликте бийиктерди багындырсак болот? Рахмат сурооңузга. Борбор Азия чөлкөмүндө Казакстан жана Кыргызстан кино жаратуу боюнча талашсыз лидер мамлекеттер. Мен билгенче ушул 25-жылы Казак Республикасында толук метраждуу 100дөй тасма чыга турган болсо, Кыргызстанда 60 тасма деп күтүлүп жатат. Мына 56 тасма уже чыкты. Жыл айына чейин 60тан да ашышы мүмкүн. Башка коңшу мамлекеттерде мындай санга жетүү аларга оор да. Ошондон биз дагы ушул тасма саны боюнча биз Борбор Азияда лидербиз. Сиз айткандай
бул копродукция деп коет. Бул эки мамлекеттин чогуу тартуу боюнча чыгарма кино жаратуу, тасма жаратуу боюнча бул багытта көптөгөн иштер жүрүп жатат. Мындан тышкары прокат маселесин алып карасак, Кыргыз Республикасына азыркы күнгө карата расмий түрдө Казакстандан 7 тасма прокатка чыккан. Ал эми кыргыз тасмалары Казакстанга саны боюнча көбүрөөк, 10дон ашык тасма чыкты прокатка. Бул деги Кыргызстанда 70 кино тартуучу продакшн студиялар катталса, алар Кыргызстанда тасма прокатка чыгаруу менен Казакстанга жана Россияга багытталышат да. Бул кыргыз кинобуз үчүн 3 мамлекет, өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан, жакынкы кошунабыз Казакстан жана Россия Федерациясы, бул биздин прокаттык рыногубуз. Ошон үчүн жеке продакшн студиялар Бишкекте чыгаруу менен эле 2-3 күнгө жетпей Алматага чыгат кинотеатрга. Булар үчүн Казакстан аябай мындай суроо талап кызык. Казак көрүүчүлөр кыргыз киносунда көрүшөт. Казакстанда эми дубляж милдеттүү түрдө, бирок кээ бир казак көрүүчүлөр кыргыз киносун кыргыз тилинде көргүсү келет. Андай учурлар да бар. Кыргыз киносу мындай коомдо көп көрүнүштөрдү чагылдырып жатат. Кыргыз киносу мындай аябай кызыктуу тартышат да. Саны боюнча дагы, сапаты боюнча да, техникалык, актерлордун оюну боюнча. Жана Казакстанда кыргыз киносу үчүн мындай жагымдуу шарттар түзүлгөн. Прокатка чыгып атышат. Эми копродукция жөнүндө айтсак, мамлекеттик деңгээлде эмди жылы мен ойлойм бизде ушул мамлекеттик деңгээлде канча бир проекттер болгондо, анын ичинде ушул казак коллегаларыбыз менен дагы чогуу иштешип болушат. Мисалы айтсак, эмди жылкы Жусуп Абдрахманов биздин багы мамлекеттик чоң ишмерибизге арналган мындай байопик жанрында тасма тартылат. Ошол тасмалардын бир бөлүгү Алматы шаарында тартылат. Көптөгөн кино ишмерлер кайсы бир тасманын тартылышында ошо Казакстанда тартып келишет. Анткени аякта ошол жерде тартсак, ошол кесиптештер менен иш алып барсак, бул мындай пайда алып келет. Бирибизде мындай байытабыз да, тажрыйба жагынан алып караганда. Бар болуңуздар агай, ийгиликтерди каалайбыз сиңиздерге. Өтө кенен керемет маалыматтар болду. Так ушул сиздер баштап аткан, иштеп аткан иштердин бар максатына жетип, элге жете турган болсо, бул канчалаган журтубузга бир чоң дымак бере турган, дем бере турган, кубат бере турган чоң иштер. Сүйүн агай, биз бүгүнкү күндүн бекежандарын чыгарышыбыз керек. Бүгүнкү күндөрдүн касендерин чыгарышыбыз керек. Маселен, биздин канчалаган кыргыз кереметиндеги тасмаларда казак актерлору келип ойношкон. Сиз сценарист, чыгармачыл бардык тараптан өзүңүз продюсерде болгонуңузга байланыштуу орток жылдыздарды чыгарууга мезгил жетпи, жете элекпи? Маселен, биздин тасмаларга казак актерлорун алып келип тартсак, биздин актерлорду казак тасмаларына тартууга ушул жагын ишке ашырсак кандай болот? Буга кандай ой сунуш бересиз? Ошо жана жогоруда айтып кеткендей эле, биз ушул жылы Кара кыргыз сериалын тарттык, кыргыз сериалына караштуу. Ошол жактан Мухтар Ауезов атындагы Казак мамлекеттик театрынан көптөгөн актерлор чакырдык. Ошол жактан келип, бул жактан мисалы өздөрүнүн эле белгилүү казак, мисалы Мустафа Чокай сыяктуу, дагы ким бар? Букейхан сыяктуу илгерки ошол казактын интеллигенциясы, ошолорду келип өздөрү жанданып кетишти, казак тилинде сүйлөштү. Керемет. Өзбекстандан актерлор келип өзбек тилинде сүйлөшүп кетишти. Мен ойлойм, бул ушуга окшогон чыгармалар, ушуга окшогон долбоорлор ушул үч өлкөнүн, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, ошол өлкөлөрдүн мындай ынтымагына, маданиятына мындай чоң биргеликте чоң салым кошот деп ойлойм. Бирок дагы көбөйүш керек. Бир эле Казакстан эмес, Кыргызстандан дагы мен көп каалайт элем, ушул Кыргызстандын актерлору дагы көбүрөөк барып казак кинолоруна катышса деген. Себеби азыр бизде мен билишимче Марат Амираев бар, Азиз Бишеналиев бар азырынча. Бирок бизде өзүңүздөр билгендей эле да толтура мыкты актерлорубуз бар. Казак коллегаларга кайрылып кетет элем, ушул биздин актерлорду чакырып турсаңар. Ошентип баягы бири-бирибизди колдоп тура турган болсок, сиз айтып аткандай, балким орток жылдыздарда чыгышы мүмкүн. Баракелде. Түрк дүйнөсү орток алфавитке өтүп, бирдиктүү саясат жүргүзүп баштаган кезде кино тармагындагы дипломатиянын аркасы менен кыргыз-казак мамилелерин мындан ары чыңдап алууга дагы зор мүмкүнчүлүк түзүлүп тургандыгын биздин урматтуу эл агалары айта кетти. Сөз Астана студиясы сиздерде. Биздин болуп аткан маегибизди уктуңуздар, бизге кандай жооп же болбосо орток пикириңиздер бар? Кеп тизгини сиздерге узатам. Көп рахмет әріптестер. Кыргыз бен казак бауырластыгы, онун ичинде болсо кино саласындагы ынтымагыбыз тууралуу адем әңгимелериңизге алғыс билдире отура. Биз Астана студиясынан ары карай жалгайык және
тағы бір қос қанаттың қонағымен таныстырып өтейік. Студиямызда қонақта театр және кино актері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Зибагүл Карина ханым. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді Зибагүл ханым, алғашқы сұрағымызды өзіңізге қойып өтсек, жалпы бүгінде Қырғызстанның фильмімен алғаш қашан таныстыңыз, несімен есте қалып еді? Сол жайлы бөлсе кетсеңіз. Енді қырғыз бен қазақ бірге туған деп айтады ғой, ағайын деп. Былай қарасаң, ең басты институтта оқып жүргенде АГТХИ болатын ол кезде. Қазіргі Жүргенов атындағы университет, ол кезде АГТХИ болатын. Сол 79 жыл оқуға түскенде біздің курста 2 қырғыз бала оқыды. Егенберді Чалабаев, сосын жаңағы Асқар Арықбаев деген. Сол кезде бірінші курстан бастап жаңа біздің бірге курстасымыз болатын. Олардың да жетістігіне біз қуанамыз әрине. Одан кейін мінекей 85 жылы ең басты проба болды. Сайтан көпір деген фильмға. Оралхан ағамыздың кітабы бойынша болды. Сол фильмда Крик, орысшасы Крик болатын. Сол Сайтан көпір деген фильмді кезінде мынандай сценарий болатын ол кезде. Кинода осындай, қазір енді бәрі электроникаға кетіп қалды ғой. Ол кезде мындай сценарий болатын. Сол сценарий бойымен мысалы пробада жүретінбіз. Одан кейін өткеннен кейін біздің қолымызға осындай нені беретін. Қай күні қандай съемка болады, кім түседі дегендей. Сонда бізден бірге Болот Бешеналиев түсті. 2 егізді ойнады сонда. Сол кісімен съемкада болғаным көз алдымда. Кеше ғана болған күндер сияқты. Ол кісінің жазған естелігі бар мына жерде. Өзінің қолтаңбасы жазып кеткен. Зибагүл қарындасыма деп жаңағы қолын қойып тұрып. Ол кезде киноға түскеннен кейін, кино біткенде бәр әртістер мына кітапшаға қолдарын қойып, өздері жаңағы жазып кететін тілектерін айтып, естелік ретінде. Иә, тағы да бір есте қалатын дүние, біз мына Қатон Қарағайда түстік сол кинода. Оралхан ағаның үйінде қонақта да болдық. Бұл 86 жылы болды. Сонда біз мектепке де барып кездесулер жасадық. Сол кезде Болат ағамыздың осындай бір кітапшалар берді бізге, кітаптарды. Сол кітапқа да маған жазып, өзінің қолтаңбасын қалдырып кеткен мына жерде. Ол киноны кезінде Англияның телевиденияда көрсетілген болатын. Болат ағаның көз алдымда өте қарапайым кісі болатын. Ол кезде қазір енді шаштарын бәрі түйіп алады ғой. Ол кісі сол кезде ерекшелігі, сол шашы ұзын болатында, соның шашын бүйтіп резинкамен байлап алатын. Автобуста мінген кезімізде ең алдына отырмайды, ол кісі артқа қарай барып отыратын. Көп әңгімелеспейді, өзімен өзі ылғи ойда жүретін ол кісі. Бірақ сұрақ қойсаң, барлығын түсіндіріп айтып, сондай қарапайым және де өте сондай білімді сондай кісі болатын. Киноны өте меңгергені барлық әрекетінен бәрінен көрініп тұратын съемка кезінде. Қай жерде свет тұр, қай жерде бәрін бақылап тұратын да. Біз енді ойнап жатамыз, біз түсіріп жатыр ма, түсірмей жатыр ма, оны да білмейміз. Камера қаяқта екен. Енді біз бірінші түсіп жатқан кезіміз ғой ол кезде. Сондықтан сондай мен енді өмірімде өте бақыттымын деп есептеймін, сондай кісілермен киноға түскеніме. Сондықтан ойлаймын енді қырғыздармен қарым-қатынасымыз өте тығыз болды. Институттан бастап мінекей өте бауырмал халық, бір-бірімізге деген жанашырлық барлығы. Енді біздің мәдениетімізде ұқсас қой. Киім үлгілерін алып қарасақ та жан-жақты барлығын. Жақсы. Айдос мырза, мынау қазіргі таңда қазақ пен қырғыздың енді жақсы буынға тоқталайықшы. Мынау 60-70 жылдарда айттық қой жаңағы. Жаңалықтарға өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жаңа бір эксперименттерге барып жатқан шығар мүмкін жастарымыз. Сол бір дәстүр сабақтасы қазір жалғасып келе жатыр ма? Мен ойымша, иә, негізі жалпы киногерлер өте мынандай ашық болып келеді ғой, бір-бірімізбен өте жақсы тығыз байланыстамыз. Мысалы, біз өте көп менің достарым бар, режиссерлар, операторлар, қырғыздар. Оларда да сондай. Мысалы, біз өзіміз Қазақстанда 2 жыл бұрын Қазақстан деректі киногерлер қауымдастығын құрған болатынбыз. Қазіргі таңда, мысалы, қырғыз бауырларымыз, мысалы, Сұлтан деген өте керемет кинотанушы бар. Олар да, мысалы, Қырғызстанда осы үлгімен, олар да өздерінің бір одағын құрғысы келіп тұр.
сол бір мысалы идеямен алмасу ретінде айтқымыз келіп тұр ғой. Жалпы осындай біз жиі бір бірін шақырамыз. Бізде форумдар болады, фестивальдар болады, жиі кездесіп отырамыз. Өздеріміздің енді әлемдік қандай жолмен өтіп, қандай бір тәжірибе алғанымызды бөлісуге тырысып отырамыз. Негізі өте жақын қарым қатынасамыз, әсіресе қырғыз бауырларымызбен. Осы мәселе өте қызық. Меніңше расында да ең бір жақын халық бізге өзіміздің енді бір расында да айтатын ғой, қазақ қырғыз бір туған деген секілді. Кинода да, кино өнерінде де өте үлкен айнасы бар деп айтуға болады. Қазақ киносының дамуына қырғыз халқы үлкен үлес қосып келеді, қырғыз киносының дамуына қазақтар толығымен үлес келісемін. қосып келеді. Сондай Жақсы. сол енді жалғаса берсін деп үміттенеміз. Және де сол салада жұмыс істейміз деп сенемін. Мынау кейбір қырғыздың актерларын мен осы уақытқа дейін өзім қазақ деп ойлап кеттім. Жаңа кейбір киноларды көрген кезде. Себебі ханым, соны ойлаймын да, мысалға, мынау адамның бойындағы болмыстың, мысалы қырғыз бен қазақтың тіпті сезімнің де бір-біріне ұқсастығы ма екен сонда бұл? Ұқсастығы бар, өйткені біз мына бір курста оқыдық қой қырғыздармен. Тек тілінің ғана бір ерекшелігі болмаса шамалы. Ал былай жан дүниесінің түсінігі, ой өрісі бәрі өте ұқсас. Рахмет, студиямызға келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қазақ пен қырғыздың кино саласындағы ынтымағы, достығы ұзағынан болғай дейміз. Біз Астана студиядағы жұмысымызды сәл тәмамдап, Бішкек студиясына сөз кезегін берсек. Рахмат кесіптештер, рақшылық білдіреміз. Алмаз аға, Сүйін ағай, дағы бір рет сіздердің келбергеніңіздерге терең рақшылық білдіреміз. Жиынтықтау ретінде біз тағы ушул қырғыз-қазақ киносын өнүктүрүүгө қандай сунуштарды бересіздер, жана алдыдағы мерчемдеген пландар қандай бізде идеялар, иштер, эмгектер күтүп турат, ушул боюнча ойлоруңузду айта кетсеңиздер. Сүйін ағай, сизден баштайлык. Бізде азыр салттуу кино прокаттан сырткары технология өнүккөн сайын онлайн кинотеатрларды өнүгүп баратат. Біз азыр ушул багытта казак туугандар менен иш алып барып атабыз. Бізде ошол Кыргызстанда Этномедиа онлайн кинотеатр бар. Жакында Алматыда дагы алардын эң алгачкы онлайн кинотеатры ачылды. Азыр ошолор менен чогуу иш алып барып, биздеги бардык тасмаларды, кыргызча тасмаларды ошолордун онлайн кинотеатрына интеграция кылуу боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыр 500дөн ашуун кыргыз тасмасы бар азыр. Ошолорду балким бул долбоор ишке аша турган болсо, казак туугандар дагы бардык кыргыз тасмаларын отуруп 24 саат бою көрө алышат. Тескерисинче ошол казак туугандардын кинолорун биз өзүбүзгө алуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Өтө керемет. Бул ишке аша турган болсо, кыргыз жана казак кинолору жана көрүүчүлөр бири менен дагы мындан да жакыныраак байланышта болмок. Сонун ийгилик каалайбыз, долбоордун ишке ашып кетишине тилектешпиз. Алмаз ага, мамлекеттер оросунда кандай, ортосунда, киноиндустрияда, тасмалар арасында кандай жаңылыктар бар, эмне пландарды болжоп атасыздар? Ошол жакын арада мен айткандай Жусуп Абдырахманов агайыбызга арналган тасма Алматыда да съемкалары жүрөт. Андан тышкары жеке менчик продакшн студия Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 100 жылдыгына арнап байопик жанрында Айтматов тасмасына тартат. Ушул эки проект мен ойлойм 26-27 жылдары Казакстандын көрүүчүлөрүнө дагы жетишет. Андан тышкары биздин Маданият министрлигинде, кино департаментинде биздин иш пландарыбызда бүт Казакстанда өтүп жаткан кинофестиваль, киномаркет иш-чараларына биз дайыма катышабыз. Ошондой эле биз дагы бизде өтүп жаткан кино тармагындагы иш-чараларга биздин казак кесиптештерди да чакырабыз. Ушул пландар бар. Андан тышкары менчик студиялардагы байма-бай катнашып жатышат. Ар кандай жанрда тасмаларды тартып жатышат. Мен ойлойм, бул мындай бир токтобой турган процесс. Мындай кино тармагында, кино тармагы бул эл аралык бизнес болгондон кийин муну токтотуш кыйын, жана бул эки мамлекетке тең өзүнүн пайдасын алып келет. Биздин эки элдин көрүүчүлөрү да ушул мындай күтүүсүздүк менен көрүшөт. Мен ойлойм, бул жыл өткөн сайын Кыргызстанда да кино тармагында мындай активдүү өнүгүп жатат. Биздин катышуубуз жана мындай өнөктөштүгүбүз мындай өтө эле көп жемишин берет, жана бул токтобойт окшойт деп ойлоп ишенем да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз агалар келип бергениңиздерге. Сиздерге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Алдыдагы мерчемдеген пландарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым биз сиздердин ийгилигиңиздерди жалпы казак, кыргыз ортосунда жарыялоого жана даңазалоого тилектешпиз. Элибиздин дагы бир сыймыктуу таланттардын бири Тамганын кең дүйнө деген керемет чыгармасын тартуулайбыз. Сүйүн агай, сиз жараткан курьер тасмасынын саундтреги кабыл алыңыздар.
Uşulu düğüne, keng düğüne, da keng düğüne, ellegeyi keng düğüne, da keng düğüne. Жазылыптыр тирүү жанга жакшыныкай көрүнүп бар бир адамга жолдор эки бөлүнөрүн ар ким билет туура келет бир күнү бирин тандагanga жакшы ой менин жарым тилек жана аракет акыры береке жак жаманы жак өнүп жолдору жак былы соңу барып туталанып жашоо желет узагына тамда туура жолду тактыр колсонуп турганда алданып акылбаган күнөө учагында адашып акылба жүрөктөргө жарадар бул дүйнөдөн көңүл калып өтпөйлү бакыт болсо көппөйлү деп кайгы болсо чөкпөйлү деп жакшы ой менин жарым тилек жана аракет акыры береке жак жаманы жак өнүп жолдору жак былы соңу барып туталанып жашоо желет узагына тамда туура жолду тактыр колсонуп турганда алданып акылбаган күнөө учагында адашып акылба тандады ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө элегей тең дүйнө да тең дүйнө тең болсо да бул алам бир элерге бир элек болуп жаккан жер Кыргыздын улуу ярышчысы Калыгулбай уулу казактын даанышманы Мөңкү би айткандай кагазга түшкөн кат өлбөйт демекчи. Байыркы басып өткөн жолубуздун ташкага тамга баскандай кылып жазып каттап кеткен аталардын арбагына таазим кылуу менен Кыргызстан менен Казакстандын эртең үчүн эбегейсиз салымдарды кошуп жаткан жана барар багытыбызды баса турган жолубузду көрсөткөн чыгармачыл интеллигенцияларыбыздын бараандуу өкүлдөрү болгон кино ишмерлеринин бүгүнкү жасап жаткан иштери жөнүндө жалпы журтка кенен маалыматтарды бердик. Ал талашка 300 казакка жана айры калпак кыргыз журтчулугуна амандыкты каалайбыз. Ар дайым биздин бара турган багытыбызды аныктап турган чыгармачыл интеллигенциябыз эч убакта түгөнбөсү дейли. Баса турган багытыбыз, байралган сапарыбыз ар дайым байсалдуу болсун. Әлем киносын алып бір мұхит десек, қазақ-қырғыз киносы оған өз арнасы мен, өз өрнегімен құйылып жатыр. Суреткер экранда өзінің шығармашылығы арқылы халқының рухани әлемін, оның өзекті мәселелерін бейнелей алғанда ғана ұлттық киноға айналады. Құрметті көрермендер мен қонақтар, бүгінгі телекөпір аясында қазақ пен қырғыз киносының ортақ мәдени тамыры мен бірегей ерекшеліктерін тағы бір мәрте атап өттік. Екі елдің кинематографы тек өнер емес, сонымен бірге халықтардың рухани байланысы, тарих пен болашақтың алтын көпірі тәрізді. Қазақ пен қырғыз режиссерлері мен актерлері бірігіп жасаған фильмдер біздің ортақ тағдырымыз, салт дәстүрімізді, өмірлік құндылықтарымызды әлемге танытып, бауырластығымызды нығайтуға зор үлес қосуда. Болашақта кино арқылы біз бір-бірімізді жақсырақ түсініп, мәдениетіміз бен шығармашылығымызды одан әрі байыта беретінімізге сенімдіміз. Баршаңызға алғыс білдіреміз ағайын. Қазақ-қырғыз киносы өркендей берсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.